Бисмилля. Өйткені бұл тәртіппен кете берсек, ертең ораза кейін Рамазан аяғында ма келіп қалуы мүмкін. Сол кезінде қаншама білмеген нәрсе, оған дейін қателіктер болып қалуы мүмкін. Сондықтан бүгін қысқаша оразаға тоқталып өтсек, кейін келесі сабақтан бастап қайтып. Сосын тәртібімен келеміз ғой, оразаға, сол кезінде толық тоқталамыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин, сайидина Мухаммадин, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Thumma amma ba'd. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах Тағала бүгін қылған құлшылықтарымызды қабыл етіп, осы отырған отырысымызды ілім отырыстардан болуын Аллах Тағала нәсіп етіп сауаптан жазсын. Келе жатқан оразамызға Аллах Тағала аман сау, денімізге саулық беріп, аман сау жетіп, ораза ұстауымызды баршамызға нәсіп етсін. Оразаға қысқаша тоқталатын болсақ, китабы саум дейді, яғни ораза тақырыбы, ораза кітабы. Ас-саум дарбан, уәжибун ва нафил. Ораза екі түрлі болады, уәжиб және нәфил дейді. Уәжибтің ішіне парыз да кіреді, нәфилдің ішіне сүннет те кіреді. Яғни бұған қысқаша Рамазан оразасына тиісті ғана кіреміз. Нәпіл, оны кейіннен тоқталамыз. Рамазан оразасы ол парыз. Аллах Тағала Құранда өйткені кесіп айтты. Фәмән шәһида минкумуш шахра фәлиясумху деді. Кім аман сау, ақыл-есі дұрыс болып Рамазан айына жеткен болса, Рамазан айына кіріп соны көрген болса, ораза ұстасын деді. Түсінікті ма? Рамазанға аман сау жеттім бе? Рамазанның ішіне кірген бетте адамның ақыл-есі дұрыс болып тұрып, денесі сау болып тұра ма екен, ораза ұстау парыз болады. Ниет. Рамазан оразасының ниеті, негізі жалпы ниет, негізі оразаның ниеті түннен басталады. Түннен дегеніміз міне қазір күн батты ма, хижри мұсылманша жыл санақ бойынша бүгін болды, күн басталды, жаңа күн басталды қазір. Күн батуменен. Анау күн санақ бойынша күнмен есептеледі. Солнечный календар дейміз ғой, миляди, қазір күнде григорианский дейді. Ол түнгі сағат 12-ден кейін келесі күн туылатын болса, біздше ол күн батуменен болды, жаңа күн туды. Яғни таңертең міне сәресін ұстаймыз ба? Міне бүгінгі күн ораза ұстаймыз деп есептелінеді. Ертеңгі күндізіміз, яғни бүгінгі күндіз болып есептелінеді, күн батқаннан кейін. Сондықтан ниет түннен басталады дегені, міне күн 17-сі күні, сәрсенбі күні кешке күн батама, болды 18-сі күні, яғни Рамазанның бірі кірді деп есептелінеді. Содан бастап, сәрсенбі күні күн батқаннан кейін, ақшамнан бастап, міне ертең емес ар күні, кешке ақшам тура 2 тәуліктен кейін ақшам күн кірді ма, болды, Рамазан басталды. Сондықтан тарауықты арғы күні неде оқимыз? Құптаннан кейін оқимыз. Сол Рамазанның бірі оқыған болып есептелеміз. Яғни ниет оразаға сол түннен басталады. Түннен дегеніміз күн батты ма, 17-сі күні кешке күн батты ма, болды, ниет қыламыз. Міне, таңертең ораза ұстаймын деп. Түсінікті? Ал енді қандай да бір себеппен ұмытып кетіп, Рамазанның кіргенін мән бермей қалды, немесе қандай да себеппен талып жатты, жынданып кетті, ұйықтап қалды деген сияқты нәрсемен 18-сі күні, яғни бейсенбі күні таңертең оянды, мә қаппәлем, ораза басталып кетті ғой деген оймен тұратын болса, яғни ниет қылған жоқ, қандай да бір себеппен. Сол кезінде Рамазан оразасын түске дейін ниет қылса болады. Шарты таңертең еш нәрсе жеп жемеу керек. Яғни ұйқыдан оянған кезінде. Кейбір кезінде болады, мысалы, намаз оқымайтын адам, намаз оқитын адамдармен араласу жоқ, Рамазан басталып жатқанын мән бермейді, білмей қалады. Таңертең тұрды, сұрады, Рамазан қашан басталды деді, болды ғой уже таңертең ауыз бекіттік деді. Сол кезінде ниетті, Рамазан оразасының ниетін түске дейін ниет қылса болады. Яғни 17-сі күні күн батқаннан бастап кешке 18-сі күні кірді ма, бірінші Рамазан басталды ма, сол бірінші Рамазанның
бейсенбі күні түске дейін, түс 5-ге дейін ниет қылып жерсе болады. Шарты таңертең тұрғанда еш нәрсе ішпеу керек, ішіп жемеу керек. Неге? Негізі жалпы ораза түннен басталады ниет. Рамазанда күндізге дейін болады дейді. Неге? Өйткені бұл Рамазан айында басқа ораза ұстап болмайды. Рамазан айының оразасы басқа құлшылықты сыйдырмайды оразадан болған. Сондықтан сен қандай ниет қылсан да Рамазанның оразасы мойнынан түседі. Қандай ниетпен қылсан да. Мысалы, понедельник, четверг ұстап жүрген біреу четверг Рамазан басталып кеткен білмейді, четверг сүннет ораза ұстаймын деп ниет қылды ма, Рамазанның бірінші күні ұстады деп есептелінеді оған. Рамазан кіргенін білмесе де, ниет қылмаса да Рамазанға. Неге? Өйткені Аллах Тағала бұл Рамазан уақытысын басқа оразаға арнамаған. Дәл осы Рамазанның оразасына ғана шектеп қойды. Сондықтан басқа ораза ұстаймын деген ниет болса да, Рамазанның оразасы мойнынан түсе береді. Түсініктіңіз? Яғни бұл уақыт меғияр дейді. Меғияр деген басқа құлшылықты қамтымайды. Кіре алмайды басқа құлшылық. Сол оразадан болған басқа жынысты болған құлшылық бұның ішіне кіре алмайды. Сондықтан ниет бола береді түске дейін. Басқа құлшылық кіре алмайды. Мысалы 5-нің уақытысын айтайық. Қазір ақшам уақытысы. Құптанға дейін, ақшамды құптанға дейін оқымайсың ғой. Ақшамның уақытысын ақшам намазы қамтымайды толық. Бір бөлігін ғана оқисың. Басқа да құлшылық жасауға болады ішінде, дұрыс па? Сондықтан ниет дәп намаздың алдында болу керек. Жабысып тұру керек ниет. Өйткені басқа да құлшылық жасауға болады бұл уақыттың ішінде. Ал ораза ондай уақыт емес. Рамазан уақыты басқа ораза кіре алмайды оның ішіне. Бір ай 30 күн тек Рамазанның оразасы парыз болып бекітілген. Сондықтан ғалымдар ниетті түске дейін қылса болатындығын айтады. Енді қысқа керек неге тоқталып өтейік. Уақыты. Ораза ұстаудың уақыты ол таң намазының уақытымен басталады. Таң намазының уақыты қашан басталады? Тас қараңғы болып тұрып, көкжиек ақырындап ағара бастай ма? Болды, ораза уже ауыз осыған дейін, осы таң атқанға дейін ауызды бекітіп, осы таң атуыменен болды, ораза басталды деп есептелінеді. Біреу тамақ ішіп отырып, әлі таң атқан жоқ қой деп терезені ашық баса, уже көкжиек ағарып қалған болса, болды, оразасы бұзылды оның. Күнге күн өтейді, кафарат төлемейді, өйткені ол қателесіп, әтейлеп істеген жоқ, қателесіп кешік не істеп алды. Немесе сағатқа қарады, сағаты дұрыс істемейді екен, күн батты деп ойлады да, ауызды ашып берді. Қараса әлі күн батпапты. Қателесіп қалды. Оразасы бұзылды. Күнге күн қазасын өтейді. Сондықтан таң ату дегенді дұрыстап түсінейік. Ол таң намазының уақытысы кіруменен, яғни тас қараңғы болып тұрғанына, көкжиекте жерді мына домаланып тұрған көкжиегіне ақырындап ағара бастады ма, болды, таң намазын азан айтылу керек па? Болды, осыған дейін ішіп жеп тоқтату керек болды. Ораза басталды деп есептелінеді таңның атысымен. Ал енді Құранда келген «Күлу әшрубу хатта ятабайяна лакумул хойтул абияду минал хойтул асвад» деген аятты тікелей түсінбейміз. Ішіп жеңдер, ақ жіп пен қара жіп бір-бірінен ажырағанша дегенді тікелей түсінбейміз. Бір сахаби солай жастыққа қара жіп пен ақ жіпті қойып, күн шамал жарық болып, тас қараңғыда түк көрінбей тұрады ғой. Жарық бола бастағанда қара жіп пен ақ жіп көріне бастайды. Соған дейін бекіттім дегенде пайғамбарымыз жоқ. Құранда айтылып жатқан қара жіп, ақ жіп деген ол түннің қараңғылығы мен таңның ағарып келе жатқан, бозарып келе жатқан ақ жіп деп соны айтты Аллах Тағала дейді. Яғни жіптің бұл жерге қатынасы жоқ. Бұл таңның атысын айтып жатыр Аллах Тағала. Астарлап сөйлеген, көркем сөйлеген. Сондықтан таңның атысы, яғни тас қараңғы болып тұрып, ақырындап көкжиегі ағара бастады ма, болды. Тоқтату керекпіз ішіп жеуді. Азан айтылатын уақыт па, болды, тоқтату керекпіз. Енді кейбір мешіттерде естіп жатамыз, парыз оққанға дейін, парыз 4-те оқысақ, 4-ке дейін ішіп жесеңдер болады деп. Жарық болып кетеді ғой. Ораза бұзылады. Намаздың парызын оқуымен есептелмейді. Таңның атысымен есептеледі. Намаздың кіру уақыты есептелінеді. Өйткені адам қалауында ғой, күн шыққанға дейін оқыса болады ғой. 5-те күн шықса, 5-ке дейін оқысам болады таң намазын. Сондықтан таңның әуелгі уақытысы атып атыр ма, болды. Ол кезінде уже ауыз бекітіліп тұру керек. Сондықтан қазір 3-тен 5 минут кеткенде
күн шығатын болса 2:55-те ауыз бекітіп тоқтау керек дейді. 10 минут бұрын ішіп жеп тоқтап қою керек. Таң кіреді, содан кейін таң намазын оқып, ары қарай ораза кете береді адам. Сосын күн батқанға дейін күн толық көкжиекке кірді ма, болды, ауыз аша беруге болады. Түсінікті? Ал енді бізде діни басқармадан түзілген кесте бар. Ол кестені бір қалаға бергендіктен шамалы кешіктіру беруге мәжбүр болады адам. Неге? Өйткені ана таудың басында тұрған адамдар бар ғой. Мына ойықта тұрған бізге батқанмен ана таудың басындағы адамдар әлі батқан жоқ қой. Сондықтан дәл мына жерге бөлек десең адамдар шатысады. Ана ойыққа барған, ан жерге барған, мен жерге барғанда мынандай бір қаланың ішіне мыңдаған кесте түзу керек болады. Мына микрорайонға бір кесте, ана микрорайонға бір кесте деп. Ол машақат болады. Сондықтан бір қалаға бір кесте түзу үшін шамалы 10-15 минут барлық қалаға толық күн батқанын есептеп алынады. Сондықтан кейбір бауырларымыз муфтияттың несі дұрыс емес деп 10 минут бұрын ашып алып жатқандар бар. 10 минут бұрын азан айтылмай жатып ашып алады. Егер сол ашып жатқан уақытта әлі күн батпаған болса, оның оразасы бұзылды да. Сондықтан Құдай сақтасын, жаңағыдай күмәнді уақыт болғаннан көрі 10-15 минут өткізіп барып, ешқандай күмәнға кірмей барып ашқан не абзал болады. Сондықтан бізде Құдайға шүкір, діни басқармамыз бар, астроном ғалымдар бәрін минут-минутына дейін есептеп қойған, күннің бату шығуын әрбір қалаға сол кестемен ашып жабатын болсақ, ешқандай не қателеспейміз. Енді ораза ас-сауму хуа ал-имсак мин ал-акл ва-шурб вал-жима бин-ния. Нахаран маған-ния. Яғни ораза дегеніміз ол ішеуден, жеуден, жыныстық қатынастан тоқталу. Осы үш нәрседен тоқталу керек. Түсінікті ме? Үш нәрседен тоқталу керек. Оразамын деген ниет, ораза ұстаймын деген ниет болу керек. Біреу таңертеңнен кешке дейін ішіп жемеді, тамағы болмады үйде. Әйелде жоқ, бойдақ. Таңертең кешке дейін тамағы болмады, аштан аш жоқ, бір үстіден. Ораза болып есептелінді ме? Ол жай аштық. Өйткені ниет жоқ та, таңертең ораза ұстайын деген ниет болған жоқ ода. Жай ғана аштық болып өтеді ол. Сондықтан ниет міндетті. Ниет қыласыз ба? Таңертең кешке дейін ішіп жемедіңіз ба? Жыныстық қатынастан тоқтадыңыз ба? Тыйылдыңыз ба? Сіз ораза деп есептелінеді. Ал енді көздің оразасы, құлақтың оразасы, аузың оразасы деген нәрселер бар. Бұл намаздың, оразаның әдептіліктері, оразаны кәміл қылып тұратын, оразаны толықтырып тұратын нәрселер. Көздің оразасы дейді. Жаман бір нәрсеге ашық-шашық біреуге көзін түсіп кетті. Ораза бұзылды деп айтылмайды. Әтелеп қараса да, ораза бұзылды. Мына үш нәрседен айтылады. Тамақтан ішіп жеп, не сусын, не тамақ өтетін болса, әйелмен қосылатын болса, кесіп айта аламыз, оразам бұзылды деп. Ал жаңағы нәрселерде көздің оразасы, аузың оразасы өсек айтып қойды, байқаусызда ғайбат айтып қойды. Құлақтың оразасы ғайбат тыңдап қойды, қой деп айтпады. Сол кезінде оның оразасы бұзылды деп айтылмайды. Мүмкін оның оразасы қабыл болмауы мүмкін, оны бір Алла біледі. Мүмкін оның сауабы болмауы мүмкін, оны бір Алла біледі. Бірақ оразасы бұзылды деп айта алмаймыз. Мына үш нәрседе ғана кесіп айта аламыз, бұзылды деп. Ішіп жеуменен, жыныстық қатынаспенен. Қалған нәрселерде ол жаңағы қарай бер деген нәрсе емес, ол оразадан басқа кезінде де харам нәрселер ғой. Ашық-шашық бір нәрсеге қарау, ғайбат айту, өсек тыңдау деген Рамазаннан тыс басқа кезінде де ол харам нәрсе. Ол істей бер деген сөз емес. Бірақ біреу қандай да себеппен істеп қойса, оразасы бұзылды деп айтылмайды, оразасы кемшілікпен болды деп айтылады, әдепсіздікпен болды деп айтылады. Бірақ оразасы бұзылды деп айтылмайды, оразасы мына үш нәрсемен кесіп тұрып айта аламыз, бұзылды деп. Бірақ жаңағындай нәрсе істеп жатқан болса, тоқтату бізге міндет. Өсек айтпа, оразасың ғой. Оразаң қабыл болмауы мүмкін. Өсек айтумен жаңағындай ашық бір жаман кинолар қарап отқан болса, оразаң қабыл болмауы мүмкін. Сауап жазылмауы мүмкін. Таңертең кешке дейін жай аштық болып кетуі мүмкін сені, өз-өзіңді қинап. Сондықтан тыйылу керек деп ескертеміз, айтамыз, уағыздаймыз. Бірақ олай істеп қойған адамға оразам бұзылды деп айта алмаймыз. Ал енді осы нәрселерді ұмытып кетіп істесеш,
ұмытып кетіп ішіп жеп қойды, ұмытып кетіп әйелімен қосылып қойды. Кейін еске түсті, тоқтатады, еске түскен кезінде тоқтатады, ішіп жеп отқан болса еске түсті ма тоқтатып қалады, ауыздағыны шығарады. Салдым ғой, бір жолы жұта салайын деген болмайды. Ерлі зайыптылар қосылып отқан бітіре салайын деген болмайды, тоқтау керек. Еске түсті ма тоқтау керек, ауыздағыны шығару керек, ауызды жуып шайып, болды, ары қарай оразасы, ары қарай ұстап кете бересіз. Қазасы да өтелмейді, ораза бұзылмайды, ұмытып кеткен себепті. Өйткені хадис келеді. Абу Хурайрадан риуаят қылынады, бір кісі келді, я Расулулло, мен ұмытып ішіп жеп қойдым дейді. Сонда пайғамбарымыз оның оразасы бұзылмағанын айтады. Аллах тағала сені ұмыттыртып, сусындандырып, тамақтандырып қойды дейді. Өтірік, Аллах тағала мен сусындандырып жатыр деп, өтірік ұмытып кеттім деп болмайды. Еске түсті ма тоқтау керек. Адам өз-өзін алдап болмайды. Оразаның алғашқы кездерінде болады. Әлі әдеттенбеген адам, үнемі ораза ұстамаған адам, әдеттенбеген, бір ораза ұстамаған адамдардың үйіне барсаң шай ішіп отырады да, ой, отыр дейді, отыра кетесің де, жаңағы шай ішіп. Сосын әңгімеден әңгіме шығып, ораза не болды, басталды ма дегенде, еске түседі, тоқтай қоясың. Ауыздағыны түкіру керек, жуып шайып, болды, ары қарай оразасын. Ұмытып кетумен ғана бұл. Түсінікті? Ұмытып кетумен. Яғни ораза бұзылмайды, ары қарай жалғастырып ұстай береміз. Болдым, до конца жей салайын деп жетіңіз ба, бұзылды, сол күндегі оразаны қайтып өтейсіз. Бітіре салайын бір жол ата до конца деген болмайды. Бұзылады. Еске түскеннен кейін тоқтау керек. Күнге күн. Күнге күн. Кафарат қазір айтамыз. Кафаратқа келеміз қазір. Ва иннама фахталама ау назара иля миратин фа анзала. Бір бойдақ оразада күндіз ұйықтап атты, цветной түстер көрді да, ихтилам болды. Жүніп болып қалды, ихтилам болып қалды. Оразасы бұзыла ма, бұзылмай ма? Бұзылмайды. Яғни ихтилам болуменен, жүніп болуменен адам ораза бұзылмайды. Бұны Абу Ханифа Бақара сүресіндегі аяттан дәлел тұтады. Таң атқанға дейін сендерге әйелдермен қосылуға болады деген рұқсат еткен аят бар. Яғни тас қараңғы болып тұрды да, көкжиектен ағара бастады ғой. 3:05-те ағара бастады ма? Сол 3:05-ке дейін сендерге қосылуға болады деп жатыр. 3:05-ке дейін қосылсақ, әр жағы ораза ұстайтын болсақ, ары қарай оразаға жүніп халінде кіріп кетіп жатырмыз. Әлі жуынған жоқпыз ғой. Яғни оразаны жүніп халде бастауға болатындығын осы жерден шығарады. Яғни оразада шомылуға болады, оразада жүніп халінде ораза ұстайтын болса, оразаны бұзбайтындығын осы жерден алады. Оған кіріп кетеді, бойдағы адамда күндіз ұйықтап жатып, ихтилам болып қалған болса, демек жүніп оразаға келіп кетер жоқ. Демек ол намаз оқитын болса, жуынып шайып намазын оқи береді, оразаға кедергі жоқ. Сол секілді бір әйелге қарап шахуаты тасып кетіп қалатын болса, ол кезінде де оразасы бұзылмайды. Ал егер ұстап, біреу әйелін ұстап, сүйген кезінде кетіп қалатын болса, бұзылады. Күнге күн өтейді. Өйткені адам өзінің шахуатын біледі, о қаншалықты деңгейде екен. 2-3 ай сапарда болып келдің, әйелін сағынып тұрсын, жоламау керек. Өйткені бізде Ханафи мазхабында адам өз-өзінің нәпсісіне ие бола алмаймын деп қорқса, әйелін сүю бізде мәкрух болмайды. Хадис келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бір қарт кісі келіп сұрайды. Я Расулалла, кемпірімді сүйсем бола ма дейді, Рамазан ішінде де оразада. Болады дейді. Бір жас жігіт сұрайды, я Расулалла, мен де әйелім сүйсем бола ма деген, жоқ, болмайды дейді. Енді Рамазан оразасында әйелін сүйетін болса, оразаны бұзатын болса, қарт кісіге неге болады деді. Демек бұзбайды. Ол жердегі сүю деп атқан сілекей жұтуды айтып атқан жоқ. Бетінен, қолынан, маңдайдан сүйіп қоюды айтып жатыр. Ата-анамызды, баламызды маңдайынан, қолынан сүйіп қойсақ, бұзылмайтындығын айтып жатыр. Егер бұзылады дейтін болса, қарт кісіге болады деді ғой. Демек бұзылмайды. Бірақ неге жас жігітке болмайды деп зерттеп қарайды да, Абу Ханифа ғилласын шығарады, себебін. Өйткені ана жас жігіттің дейді, көзі қызарып тұр дейді. Ана қарт кісі ол от сөнгенде шамалы. Ол кемпірін сүйсе, ары қарай кетіп қалмайды. Өз-өзін ұстай алады. Ал ана жас жігіт көзі қызарып тұр, өз-өзін ұстай алмай, ары қарай кетіп қалуы мүмкін. Қосылып қоюы мүмкін, оразасын бұзып жіберуі мүмкін. Міне Абу Ханифа сондықтан пайғамбарымыз қайтарды деп, сондықтан мынандай қандай пәтуа береді? Кім нәпсісіне сенімсіз болса, әйелін сүймесін дейді. Ол қарт кісі болса да, жас болса да.
Өйткені кейбір қарттарда болуы мүмкін әлі жанып жүрген. Сағынып келді ма бірнеше ай кемпіріне жолауға болмайды. Неге? Өйткені шахуат тасып тұр ма? Қазір сүйетім болса тоқтай алмай қалуы мүмкін ба? Болмайды деп жатыр. Қарт болса да, жас болса да. Сондықтан сүюге келетін болсақ, жаңа қолдан, маңдайдан, беттен сүйіп қоюға болады, бірақ енді әйелімізде сүюге келгенде нәпсіміз не істеп тұрған болса болмайды. Сондықтан нәпсі қозып тұрған кезінде әйелін ұстауменен сүюменен қосылмай-ақ бармай-ақ қой жарайды. Ақ кететін болса да ораза бұзылады дейді. Өйткені өз жағдайын біліп тұр да, сақтануға болатын еді, бірақ өзі соны қолмен істеді. Ал қараған кезінде ақ кетсе ол бұзылмайды деді. Неге? Өйткені ол қолдан келмейтін нәрсе, тоқтата алмайтын нәрсе. А мынау ұстауменен сүюменен ақ кетсе дейді, онда бұзылады деді. Күнге күн қазасын өтейді. Крем жақса, май жақса, бет жарылып кетіп, қол жарылып кетіп, қандай да крем жақса, май жақса бұзылмайды ораза. Яғни намаз оқымайтын апалар болады, намаз оқымайтын бір келіншек, қыз келіншектер болады, боянып жүрген мысалы. Намаз оқымайды, бірақ ораза ұстайды. Боянып жүр. Боянып жүрген себепті оразан бұзылды деп айтылмайды. Бояну, жаңа крем жағу деген оразаға келіп кетері жоқ. Ихтажама, хижама, донор болып қан тапсырсақ, хижама бастан бір жерден қан алдырсақ ораза бұзылмайды. Неге? Өйткені ораза кірген нәрседен бұзылады, ал дәрет шыққан нәрседен бұзылады. Түсінікті ме? Мына ішіп жеп жатырмыз ба? Дәрет бұзылмайды одан. Ауа шықса, тағы басқа қан шықса, сол кезінде дәрет бұзылады. Шыққаннан бұзылады дәрет. Кіргеннен бұзылмайды. Ораза соның тескерісі. Шыққаннан ораза бұзылмайды. Қан шығып жатыр ма, үлкен дәрет шығып жатыр ма, кіші дәрет шығып жатыр ма, ірің шығып жатыр ма, не шығып жатыр, құсық шығып жатыр ма, ораза одан бұзылмайды. Кірсе бұзылады ораза. Дәрет екеуінің айырмашылығы екеуі тескері. Сондықтан оразада хижама қылып қан алдыратын болса, донор болып қан тапсыратын болса, ораза одан бұзылмайды. Көзге сүрме жағатын болса, пайғамбарымыз жаққан ғой сүрме. Исмит дейді, ең жақсы сүрме, исмит жағындар, көздің көруіне жақсы пайдасы көп деген. Кірпіктердің өсуіне пайдасы көп деген. Соны жағатын болсақ, ораза бұзылмайды. Сол секілді сүйетін болса, ораза бұзылмайды. Бірақ жаңағы сүюменен, ұстауменен ихтилам болып қалған болса, жүн болып қалған болса, ол кезінде бұзылады, күнге күн өтейді. Құсық өздігінен келіп, бір ауру себепті, ұшынған себепті ме, құсық өздігінен лоқсып келіп, ауыз толтырып құссаңыз не бұзылады? Дәрет бұзылады, ораза бұзылмайды одан. Өз бетімізбен құссақ, ораза бұзылмайды. Ал енді ұшынық балды қандай да бір себеппен құса алмай жүр бір адам. Анау ұшынған тамақ қортылмай тұрады асқазанда. 3-4 күн ауырып құшты, сол тамақта шайналған күйінде әлі тұрады, қортылмайды. Асқазан қабылдамайды. Соны құсып тастамайынша адам мазасын таппайды. Сол кезінде құсып тастауға қатты ауырып мазасы кетіп құсуға амал жоқ, саусақты құсатын болса, ол кезінде бұзылады ораза. Яғни құсық шақыратын болсақ, ораза бұзылады. А өздігінен лоқсып құсатын болса, ораза бұзылмайды. Енді біреу көшеде аузын ашып жүріп, тас, темір, аузын ашып жүріп, мен жағына кіріп өтіп кететін болса, бұзылады дейді. Сақтануға болатын нәрселерді негізінде. Түсінікті, аузын ашып жүріп, әңгіме айтып жүріп, тарқылдап күліп жүріп, бір тас па бірден тамақтан өтіп кетсе, ауызға кіріп тұрпаса, түкіріп тастаймыз, онда тұрған ештеме жоқ. Ішке кіріп кетсе, тамақтан өтіп кетсе, бұзылады. Ал енді көшедегі смог дейді, жаңағы автобустан шығып жатқан түтін, жанында бір адам шегіп баратқан темекінің түтіні, одан сақтану қиын ғой, ол бұзбайды. Бірақ темекі шегетін адамдар, бір темекі шегіп отқан адам жанына келіп, отырып болмайды. Темекі шеге алмай жүрем, бұзбайды деп айтты деп. Жоқ, болмайды. Әтейлеп істесең бұзылуы мүмкін. Сондықтан бұл сақтануға қиын нәрселер ғой көшеде. Ол үшін бәріміз противогаз киіп жүру керекпіз да, әсіресе Алматыда. Түтін, көшедегі түтін кіріп кетсе бұзылады десек.
Сондықтан бұл сақтануға өте қиын болғандықтан бұндай кездейсоқ көшеде кездесіп жатқан нәрселер бұзылмайды деді. Ал енді кафаратты айтамыз. ومن جامع عمدا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة الظهار. Кафаратты жақсылап түсініп біліп алайық. Өйткені көп сұрақтар қойылады. Бүйтіп ораза ұстап бұзып алдым, кафарат бола ма? Бүйтіп ораза ұстадым, бұзылып алдым, кафарат бола ма? Кафарат бірақ жағдайда уәжіп болады, міндетті болады. Ол Рамазанның ішінде ғана, және әтейлеп тұрып ішіп жесе, әйелімен қосылатын болса. Әтейлеп тұрып, біліп тұрып, ешқандай үзірсіз, ауру себепті ішіп жеп жатса, ауру себепті болып жатса, ол басқа. Түсінікті? Яғни әтейлеп тұрып ішсе, жесе, әйелімен жыныстық қатынасқа түссе, ешқандай ауру емес себепті дәрі ішетін болса, емделетін болса, ешқандай себепсіз күтуге болады, кешке дейін жоқ, алтыда бұзып жіберді мысалы. Ешқандай себепсіз, қиналмай тұрып, ауырмай тұрып, ешқандай үзірсіз. Рамазанның ішінде әтейлеп тұрып істегеннен кафарат міндетті болады. Кафарат дегеніміз 60 күн қатарынан ораза ұстау. 60 күн қатарынан. Сосын жаңаны бұзған күнді тағы қазасы бар. Сонда 61 күн. Кейін Рамазаннан кейін 61 күн. 60 күнді үзбей ұстау керексің, ана бір күнді бөліп ұстасан да болады. 60 күн ұстап отқанда келесі Рамазан келіп қалса, бірінші Рамазанды ұстап кетеміз, бір күн айтты өткіземіз, сосын қайтадан 60 күн жалғастырамыз. 60 күн үзілмеу керек, арасында демалыс деген болмайды. Бұл не үшін? Рамазанның ішінде тұрып әтейлеп бұзған үшін. Рамазанды аяқ асты қылған үшін. Ал енді сол Рамазанды қаза қылған адам, бір ауру себепті 10 күн қаза қылып, кейін Рамазаннан кейін қазасын өтеп жатып, әтейлеп тұрып бұзып қойса, кафарат уәжіп болмайды. Тек қана күнге күн өтейді. Әтейлеп бұзса да. Неге? Өйткені Рамазанның іші еместі. Яғни кафарат қанша міндетті болады? Рамазанның ішінде. Рамазанның тыс басқа уақытта емес. Рамазанның ішінде қандай да бір себеппен үзірсіз әтейлеп тұрып ішіп жесе, әтейлеп тұрып қосылса бұзылады. Оразасы бұзылады сол күнгі, бір күн қазасын өтейді, оған қосымша 60 күн кафараты бар. Соқтан Рамазан қазасын ұстап жүргенде қосылып қойыпты дейді. Рамазан қазасын ұстап жүр. Рамазанның ішінде емес қол, басқа кезде ғой. Кафарат болмайды, бір күн ғана. Ол деген сөз бұза беруге болады, күнге күн екен ғой деген сөз емес. Істей беруге болады екен деген сөз емес. Рамазанды бастадың ба, саған уәжіп болады аяқтау. Әтейлеп тұрып бұзсаң күнәһар боласың. Плюс оған қазасын да өтейсің. Сондықтан ол болады деген сөз емес, бірақ болып қалған жағдайда күнге күн қана қазасын өтейді. Рамазаннан тыс уақытта болғандықтан. Сондықтан Рамазанның ішінде қана әтейлеп тұрып бұзса, біліп тұрып ешқандай үзірсіз, сол кезінде несі кафарат міндетті болады. Екі-үш рет әдейі бұзса, сонда 60 күндер жаңалса тозылып кете береді ғой, ومن احتقن أو استعطى أو قطر في أذنيه أو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر. Дәрі жөнінде мынандай. Егілуді айтады. Укол салу. Біреу укол салған болса, мұрнына тамызған болса дәрі, құлаққа тамызған болса, бастың әмә деген бас жарылып кеткен кезінде бастың жарығына тамызған болса, немесе қандай бір операция мына тілініп кетті, сол кезінде ет пен сүйектің арасына дәрі тамызған кезінде ол ішке түсетін болса дейді, миға немесе мына ішке кіретін болса, ораза бұзылады дейді. Қанға неге араласпайды, ішке бармайтын болса, ораза бұзылмайды деген сөз. Түсінікті? Ал мынау таблетка ішетіндерден ол сөзсіз бұзылады, тамақтан өткен нәрсенің бәрі бұзады. Бірақ бұл жерде ғалымдардың басқа да пікірі бар дәрі жөнінде. Мен осыдан былтырма пәтуа бөліміне звондағанда бұдан, яғни мынандай пікір бар да, дәріге екі бөліп қарастырамыз деген. Ғалымдардың ондай да пікірі бар.
мынау ішке кіре ме кірмей ме оған қарамаймыз дейді. Дәріні екі бөліп қарастырамыз дейді. Күш қуат беретін дәрі, глюкоза секілді, витамин секілді, адам мысалы комада жатқанда күш қуатымен немен салып қояды ғой. Ол тамақ ішпесе де өмір сүре береді, өйткені керекті тамақ мына жақпен кіріп жатыр. Қоректенеді. Сондай күш қуат беретін дәрі болатын болса, оразаны бұзады деген. А күш қуат бермейтін жаңа новокаин секілді, обезболивающий, тіс жұлғанда ектіртетін, сондай андай күш қуат бермейтін дәрі болған болса, ол оразаны бұзбайды деген пікір бар. Діни басқармадан звондап пәтуа бөлімінен сұрағанда осы пікірді айтты. Яғни күш қуат беретін дәрі болса бұзбайды, күш қуат беретін дәрі укол болған болса ол бұзады деген. Бірақ оны тағы да бір анықтап қою керек, мүмкін басқа не істеу мүмкін. Звондап сұрағанда сондай деді. Ал енді еркек адам мүшесіне дәрі тамызатын болса, ішіне. Абу Ханифаның пікірінше ораза бұзылмайды дейді, Абу Юсуф айтады бұзылады дейді. Ол жерде екі түрлі Абу Ханифаның, Абу Юсуфтың пікірі болып жатыр. Яғни қандай себеппен адамның еркек жыныстық мүшесі ауырып, ішіне дәрі тамызатын болса, Абу Ханифаның пікірінше бұзбайды, Абу Юсуф бұзады. Неге? Өйткені бұндай әртүрлі пікірде болуы, бұндай терең мәселеге терең кіру Құран хадисте келмеген. Құран хадистен келмегендіктен ғалымдар тартысады, ижтихад қылады. Бір хадистерге қарап бір ғалым сүйенеді, бір хадистерге қарап бір ғалым сүйенеді, соған жақындатып әкеледі, бір ғалым мына хадиске жақындатып әкеледі. Сонымен осындай пікірлер пайда болады. Ал енді тамақтың дәмін көруге келетін болсақ, мына әйел адамдар ауыз ашуға тамақ істейді. Сол кезінде негізі тамақтың дәмін көру макрух. Макрух деген істелмеген абзал. Ал енді тамақтың дәмін көру керек, басқа ешкім жоқ, тұзын көру керек. Не істейміз? Амал жоқ, дәмін көреміз, түкірт тастаймыз. Ауызға кірді ғой деп жұтып жіберіп болмайды. Жұтып мынадан тамақтан өтсе, болды, ол бұзылады. Яғни дәмін көру оразаны бұзбайды. Дәмін көру, тамақтың дәмін көру, оразаны бұзбайды. Шарты мына тамақтан еш нәрсе өтпеу керек. Бірақ мәкрух, істемеген абзал. Яғни үйде басқа бір әйел болатын болса, хайыз келді, мысалы, нифас, немесе бала емізіп жүрген, немесе аяғы ауыр әйел, ораза ұстамай жүрген бір әйел бар ма, соған дәмін татқызамыз. Ораза ұстап жүрген әйел ол кезінде дәмін татпайды, анаған не істейді? Ораза ұстамаған әйелге дәмін татқызады мысалы. А ондай адам болмаса, амал жоқ, өзі дәмін татып көреді тамақтың, бірақ түкіріп тастап аузын шаю керек. Ал енді дәм кірді деген сөз, ол тамақтың өзі кірді деген сөз емес, анау тамақтың дәмін сезетін тілде таңдайды рецепторлар бар ғой. Ол дәмін кіргізеді, ішке сигнал береді, қандай дәм екен. Бірақ ол тамақ мына жақтан өтпейді ғой. Сол секілді бұған кіріп кетеді мисуақ қолдану, зубной паста қолдану. Оразада болатындығы мына жақтан өтіп кетпесе болды. Зубной пастаны қолданып шайып түкіріп тастап отқан болсақ, оның ащы дәмі сезілгенмен зубной паста өтті деген сөз емес, дәмі ғана сезіліп жатыр. Дәм сезу деген ол кіруден басқа екі бөлек нәрсе. Сілекей жұта береміз. Таңертең кешке дейін. Қалай қанша? Жинап ішетін мен? Сілекейді? Яғни қанша шығады, сонша жұта бересің. Қақырық шығып, ұйықтап жатып сілекей жинақ қылған болса, ол жұтып жеп болмайды, түкіріп тастаған дұрыс. Тамақтан былай комок болып өтеді ғой, түкіріп тастаған дұрыс. Көбі болмайды. Сілекей шығам, ол түкіре берсеңіз адам зиян ғой. Аузыңыз кеуіп, кешке дейін жетпей қалуыңыз мүмкін. Ол табиғи нәрсе да, іште айналып жатқан нәрсе. Сол секілді әйел адамға кішкентай баласына тамақ шайнап беретін болса да сондай, макрух. Егер басқа адам болмаса. Басқа адам болса деген. Шайнап беретін басқа аузы ашық басқа ел ма, басқа бір адам болатын болса, ораза ұстамаған. Сол балаға шайнап берген сол дұрыс болады. Әйелге шайнауы өзінде не? Макрух. Яғни тамақ шайнап беретін болса, мынадан өтпесе ораза бұзылмайды ғой. Бірақ макрух деген сақтану қан дұрыс. Байқаусыз өтіп кетуі мүмкін еткен. Сақтанған абзал. Сондықтан басқа әйел болса, басқа әйел шайнап береді, а бала қабылдамайды басқа әйелдің шайнаған. Мысалы, немесе басқа әйел жоқ, сондай мәжбүрлі түрде болатын болса, шайнап бере береді, бірақ абай болу керек, мынадан өтіп кетпеу керек. Макрух, яғни амал жоқ істеле беретін нәрсе. Ал істеуге
айналып өтетін жол болатын болса, онда істемеген дұрыс. Өтіп кетсе қалып Бұзылады, күнге күн өтейді. Ол әтейлеп бұзған жоқ қой, байқаусызда. Күнге күн өтейді. кетіп қалады шығарды. Жоқ, ол адам әтейлеп тұрып жұтуымен байқаусызда кетіп қалу екі бөлек қой. Біліп тұрып әтей жұтып жіберсе, бітті, кафараты бар. Байқаусызда кетіп қалса, сақтан алмай қалды ма, кетіп қалды ма, күнге күн ғана өтейді. Әтейлеп істеген жоқ, қателікпен болады. Сағыз шайнау оразаны бұзбайды дейді. Бірақ бұл жерде қандай сағыз қарап алу керекпіз? Қазіргі күндегі үлкен мынандай сағыз салып берсең, жартысы ғана шығады ауыздан. Неге? Өйткені оның ішінде қанты бар, басқасы бар, еріп, ішке кіріп жатыр. Ол болмайды деген сөз, бөлінетін нәрсесі бар. Ал енді даладан жинаймыз, құм сағыз дейді жаңағы. Бөлінетін еш нәрсесі жоқ оның. Смола секілді. Сондай шайнайтын болсақ, оразаны бұзбайды дейді, бірақ мәкрух дейді. Түсінікті ме? Немесе кешегі шайнап қойған сағызымыз бөлінетін нәрсесі жоқ, сондай шайнайтын болсақ, мәкрух. Түсінікті ме? Сақтанған дұрыс, шайнамаған дұрыс. Өйткені бір жағынан сақтану керек, мынадан өтіп кетуі мүмкін байқаусызда, әңгімелесіп шайнап деп отырып кіріп кетсе, ораза бұзылады. Сол екінші жағынан бұл денсаулыққа зиян. Анау шайнап сөл бөлінгеннен кейін асқазанға сигнал түседі екен, тамақ келіп жатыр деген. Сосын асқазанға өт бөлінеді екен. Кислота ғой өт деген, тамақты қорытады. Асқазанда тамақ жоқ па, кислота асқазан жей бастайды екен. Асқазаннан бұжыр тамақты қабылдайтын. Мына гастрит ауруы көбінесе студенттердің ауруы дейді. Неге? Өйткені уақытында тамақ ішпейді да, анау өт уақытында бөлініп тұрады. Асқазан жеп қояды да, асқазан қабыршығын жеп қояды, жара пайда болады, сол гастрит дейді. Кейін ол өт бөлініп, асқазан екінші жағына тесіліп шығатын болса жара. Ол уже язва дейді. Түсінікті ме? Яғни өт оны тесіп тастайды. Сондықтан гастриттің емі не дейді? Үнемі тамақ жей беру дейді гастриттің емі. Гастриттің емі үнемі тамақ жеп іш, өт бөлініп тұр ма, тамақты қорытып жатыр ма, асқазан өзімен өзі ақырында уақытпен келіп емделіп кетеді екен. Сондықтан тамақты уақытында ішу керек. Оразан басында 2-3 күн шамалы адам қиналатын, сол 2-3 күннен кейін адамның өті де басқасы да сол оразаның уақытысына сәресімен ауыз ашарға қалыптасып қалады. Сондықтан енді екі ортада сағыз шайнасан, мына жақ жұмыс істеп, өт бөлініп жатыр, асқазан тесіп тастауы мүмкін да. Ол бір жағынан, бұл медицина жағынан да зиян. Сондықтан бұдан жоламаған дұрыс сағызға. Қандай сағыз болса да. Енді ауру адам мен сапардағы адамға келсек. Ауру адам мен сапардағы адамға келсек, Аллах тағала рұқсат етті. Фаман кана минкум маридан ау аля сафарин фаиддату мин айямин ухар деді. Сендердің біреулерін ауру болса, немесе сапарда болатын болса, оразасын ашып жіберіп Рамазанда, кейін басқа күндері қазасын өтесе болады деді. Күнге күн ғана өтеледі. Бірақ Құранда қандай сапар екенін, қандай ауру екенін айтылмады, жалпылай айтыла салды. Оның ішіне барлық ауру кіріп кетеді, барлық сапардың түрі кіріп кетеді. Сондықтан қандай сапар болса да рұқсат етілген ауыз ашып жүруге болады. Қандай ауру болса да рұқсат етілген ауыз ашып жүруге болады, бірақ ғалымдар авдалия дейді, абзалырағына шек қояды. Яғни ораза ұстаған кезінде сапарда қиналып қалмайтындай болсаң, қиналмасаң, ұстаған абзал дейді. Мысалы, қазіргі күнде ораза, жай үйде жүргенде ораза ұстау парыз ба? Жай жүрмейміз, біз есік алдында жұмыс істеп жүреміз күн ыстықта, қиналамыз, дұрыс па? Сапар қылғанда одан да жақсы болуы мүмкін. Самолетке мінесің, кондиционер рахаттанып, салқын жерде отырсын. Ана жай үйде жүріп парыз болып тұрғандан да бір сапарда қазір жақсы рахаттанып, демалып жүруіміз мүмкін. Дұрыс па? Сапардасың ба, ауыз ашып жүруге болады. Рұқсат етілген. Бірақ дейді ғалымдар, қиналмасан Рамазанда, сапарда жүріп қиналмасан, ауыз ұстаған дұрыс дейді. Ауыз ашпай, ұстаған дұрыс оразаны дейді. Ал енді пайғамбарымыздың кезіндегіндей таңертеңнен кешке дейін күннің көзінде сахарада жаяулап, аптап ыстықта, 50-60 градус ыстықта жаяулап сапар қылған болсан, әлбетте не? Қиналып қаласың, шөлде өліп қалуы мүмкін, сол кезінде ашып берген абзал болады. Яғни ораза ұстағанда қиналатын болсан, машақат болатын болса, ашып берген абзал, машақат болмайтын болса, ұстағаннан. Ауру да солай. Ораза ұстаған кезінде біреудің асқазаны ауырады, одан сайын әлсірейді, қиналып қала ма, ауру күшейіп кете ма, ашып жіберген абзал. Біреудің саусағы ауырады.
Баш аяғы ауырады. Ораза ұстаса да ауырады ол, ұстамаса да ауырады. Ұстаса да ауырады, ұстамаса да ауырады. Келіп кетері жоқ та оразаны ұстаған саусағына. Бұндай жағдайда ұстаған абзал да. Өйткені бәрі қазасын өтеу керек қой, бәрі ұстайсың. Ұстаған абзал. Ал енді жаңағы гастрит секілді, язва секілді, қазір күндегі жаңағы сахарный диабет дейді, астма дейді, қайта-қайта дәрі қолданады. Мүмкін емес пе ораза ұстау? Ол кезінде не? Қаза қылады, кейін сауыққан кезінде қазасын өтейді. Күнге күн ғана. Кафарат деген жоқ, өйткені себеп бар, үзір бар. Аллах Тағала не? Үзір болғандықтан рұқсат беріп қойды. Аяғы ауыр әйел мен бала емізетін әйел. Яғни аяғы ауыр бала туған жоқ әлі. Сол секілді бала туды, бірақ емізіп жүр. Осы екі түрлі әйелге жағдайына қарайды. Ораза ұстаса, іштегі балаға, немесе емізіп жатқан балаға сүт болмай қалады, ризығы болмай қалады, қорегі болмай қалады деп қорықса, ауызды ашып жібереді. Кейін балаларын емізіп болып, кейіннен 1-2 жылдан кейін өтейді қазасын. Түсінікті ме? Ал енді аяқ қолы балғадай бір әйел, мысалы, здоровый ол, ораза ұстаса да ұстамаса келіп кетер жоқ ол әйелге, сүт тоқтамайды келіп тұр. Ұстаса да болады. Яғни балаға зиян келмесе, ұстай беруге болады. Ана сапардың километрлері ма? 90 километр. Аш-шейхул фани, қарт кісі. Қартайған кісі, кәрілік жетті, ораза ұстаса талқылап жүр, қайта-қайта құлақпап жатыр. Кәрілік жеткен бітті, енді ол өлілгенше енді ораза ұстай алмайтын адам. Түсінікті ме? Өлілгенше енді ораза ұстай алмайтын қарт кісі. Ол фидия береді. Бір күн оразада бір міскінді тамақтандырады. Күнде бір міскінді тамақтандырып отырады. Өйткені 15 күнге келгенде өліп кетуі мүмкін, 15 міскінді тамақтандырып кетеді. Күнге күн. Қанша күн бұл тірі болып тұр, сол күндерге ғана фидия беріледі. Ал енді қазіргі күнде кейбір жағдайы бар кісілер келіп сұрап жатады екен. Оказывается, оразаның орнына фидия беріп құтылып кетуге болады екен ғой деп. Жоқ, денсаулығыңыз бар ма? Ораза ұстауға денсаулығыңыз жете ме? Болмайды фидия деген. Ораза ұстау керексіз. Ораза бітті, өлілгенше енді ораза ұстай алмайтын адам. Мысалы, асқазанын кесіп тастады бір адам. Ораза ұстай алмайды өмір бойы. Сахарный диабетик, врачтар бітті, өлілгенше бұл жазылмайды, өлілгенше ұстай алмайды дейді. Мысалы, үнемі егіліп жүру керек, үнемі қан түсіп кетеді, не істемесе, өйтпесе, бүйтпесе. Мысалы да, кейбір аурулар сондай. Өлілгенше енді ораза ұстауға болмайды деген сондай ауру болатын болса, үміт жоқ. Енді ораза ұстайым, жазылып ораза ұстайым деген үміт жоқ, кесілді. Сол секілді қарт кісілер. Бітті, енді ораза ұстауға үміт жоқ. Әбден кәрілік жетті, одан ары қарай не? Болмайды енді. Сол кезінде барып, күнге күн бір міскінді тамақтандырып отырады. Тамақтандырғанда да өзінің несімен есептелінеді. Өзі бір адам күнделікті қанша тойып жейді, өзің қаншаға тойып жейсің, мысалы, күнделікті 3.000 теңгеге тойып жесең, сол 3.000 теңге не тамақтай берсем болады, немесе ақшасын берсем болады. Әйтеуір жететін болу керек қой күнделікті бір күндік тамағына. Ау? Солай шығар, бір күндік тамағы ораза ұстап жатқан адам болса, ифтар мен сәресі болады. Ау? Бізде міскін деп, міскін фақир деп зекет тақырыбында өтеміз. Міскін деген бізде Ханафи мазхабы бойынша бір күндік тамағы жоқ адам. Бір күндікте тамағы жоқ. Ол көшеде жүрген бомждар былай айтқанда. Тамағы жоқ, күнде жұмыс істеп, күнделікті тамағын тауып әкеп, қайыршылар күнделікті тамағын күнде тауып атқан міскін деген осы. А фақир дегеніміз, пақыр дейміз ғой, пақыр. Фақир кедей адам ол біз. Яғни нисобы жоқ адам. Үйі, көлігінен тыс 85 грамм алтынның құнына байлығы жетпеген нисоб бар ғой, зекетті өтеміз. Сондай нисобқа жетпесе, ол фақир деп есептелінеді. Көпшілігіміз кіріп кетеміз да оған. Фақирға.
Бірақ бұл жерде не? Мискин, яғни жағдайы жоқ бір адамды тамақтандырсаңыз болады. Ол жағдайы жоқ, тамақ таппай жүрген адамдар да бар ғой. Жесір қалған, балаларымен қалған әйелдер бар, қиналып отқан. Сондайларға бір күндік тамағын беріп отырсаңыз болады. Ол бірақ кімге? Ораза ұстай алмайтын адамға. Енді бірі өліп бара жатып, балаларына өсиет қылып кеткен болса, 10 жыл ораза ұстай алмап едім, 30 күннен сонда 300 күн фидия беріп қойыңдар десе, балалар фидия беріп қойса болады дейді. 300 күнге сонда 300 міскінге тамақтандырады. Немесе бір міскінді 300 күн бойы тамақтандырып шығады. Жағдай ешкімге ұстай алмаса, иә? Жоқ, қандай да себеппен өліп бара жатып, қазасы болған болса дейді да, Рамазанның қазасы болған болса. Енді Рамазанның ортасында күндіз бір жас бала неге келді? Балиғатқа толды. Қыз бала етеккірі келуменен, ұл бала ихтилам болуменен балиғатқа толды Рамазанның күндізінде. Яғни балиғатқа толды деген сөз, парыздар жүктелді, парыздарды орындау керек деген сөз. Оған дейін ол балиғатқа толмаған парыз емес еді. Күндіздің ортасында ихтилам болып қалды, яғни балиғатқа толды. Сол секілді бір христиан келді да, кәпір, басқа буддист па біреу кәпір, мұсылман емес адам келді да, ислам дінін қабылдады, күндіз оразада келді. Не істейді? Ұстамайды. Ораза есептелмейді, бірақ кешке дейін еш нәрсе ішіп жемейді. Рамазанның құрметіне еш нәрсе ішіп жемейді, кешке дейін ораза секілді жүреді, бірақ ол күн ораза деп есептелмейді. Өйткені ортан белінен басталды да ол. Келесі күннен бастап уже ұстайды. Бірақ сол күнді өтемейді дейді. Алдындағы күндер өтелмейді. Неге? Өйткені адам исламға келуіменен оның алдындағының бәрі өшіріледі, а балиғатқа толған бала оған дейін парыз емес еді ғой. Парыз болды ма, екінші күннен бастап ұстау міндетті болады, қазаларын өтемейді. А хайыз әйел, етеккірі келген әйел, Рамазанда күндіз етеккірі тоқтаса, ол қазасын өтейді. Өйткені ол бұрыннан бері мұсылман, бұрыннан бері парыз етті оған. Түсінікті ме? Кәпір адам исламға келсе, балиғатқа толса, жас бала ол кезінде қазасын өтемейді, кешке дейін ұстап жүре береді. Хайыз тоқтаған әйелді солай кешке дейін ұстап жүре береді, ауызды бекітіп, былай айтқанда, ораза болып есептелмейді, бірақ қазасын өтейді. 7 күн етеккірі келген болса, 7 күн қазасын өтейді. Енді бұл жерде талып қалу мен жындануды екі бөліп айтады. Талып қалған адам Рамазанның кейбір күндерінде есін жиып, комада жатқан адам Рамазан кейбір күндерін есін жиса, бұрынғы талып жатқан күндерін қазасын өтемейді дейді. Бұл кетті дейді. А жынданған адам жоқ, ол Рамазанның ортасында бір есін жиып, жыны басылып, немесе жынын шығарып, есі кіретін болса, ол адам өтейді дейді. Жынданған адам өтейді, есін жиғанда, ал талып қалған адам өтемейді деді. Рамазан ортасында әйел адамға хайыз келіп қалатын болса, болды, ауыз ашып береді. Хайыз кезінде ораза ұстау харам. Соқыр тақуалыққа салынып, жоқ хайыз болса да ұстаймын десе, күнәһар болады. Алланың әміріне қарсы келгендіктен. Сондықтан ауыз ашып беру міндетті болады. Кейін хайыз біткеннен кейін жалғастырып ұстайды оразасын, кейін Рамазаннан кейін қазасын өтейді. Намазын бірақ қазасын өтемейді. Енді мен жерде қателесіп қалу несін айтады. Біреу таңертең, мана айтып өттік оны, таңертең сәресін ішіп отырды да, ойлады, әлі таң атқан жоқ қой деп. Қарап қалса таң атып қапты. Қателікпен кіріп кетті уақытына. Сол секілді әлі күн батқан жоқ қой деп ауызды ашып берді, қараса күн батпапты әлі. Қателікпен болып отыр ғой. Оразасы бұзылады, бірақ күнге күн ғана өтейді, кафарат болмайды, әтелеп істемегендікте. Азанда қателескен адам кешке дейін тамақ ішпей жүреді ғой сонда. Рамазан ішінде болғандықтан адам тоқтап жүру керек, оразаның құрметіне, Рамазанның құрметіне, ішіп жемеу керек. Бірақ ораза деп есептелмейді ол күн. Қазасын өтеледі. Қалған нелер енді ай көру деген нәрселерді кейіннен Құдай қаласа оны не істейміз, өтеміз.
кеңінен тоқталамыз. Сұрақты. Намаз оқып жүретін адам мысалы ораза ұстамаса ол күнә болмайды ма? Күнә болады. Намаз оқымай жүрсе де күнә болады. Намаз оқып жүрсе де күнә болады. Денсаулыққа байланысты. Денсаулыққа байланысты болса, жаңа айттық қой. Ауру себепті Аллах тағала рұқсат етті, ашып береді. Кейін денсаулығы жақсарғанда ұстайды, қазасын өтейді. Тіс жұлдыру мәселесіне келетін болсақ, біреу примерка жасатады, протез салдырады, примерка жасатады, тісін жұлдырады. Сол кезінде шарты мына тамақтан бір нәрсе өтіп кетпеу керек. Күндіз онда тұрған ештеме жоқ, жұлып тастағаннан. Алғаннан, қан шыққаннан түкте болмайды. Шарты кірмеу керек. Түсінікті? Жұлған тісін ішіне кіріп кетсе, аузына аққан қан ішіне ағып кіріп кетсе болмайды. Ораза бұзылады. Сосын не? Қандай мәселелер айтылмай қалды? Мысалы бір туысқаның өмірден қайтып кеткен болса, бірақ өсиет етпесе жаңағындай, мен үшін беріп қойыңдар, ол үшін беріп бола ма? Болмай ма? Оны білмедім, бұл жерде өсиет қылса деді да. Өсиет қылса ғана болады деді. Біреулер барып келіп отыр ғой, мысалы қажылыққа, мен әкем қайтып келді, соның орнынан бір қажылыққа барып келді. Қажылыққа ол хадис келгендіктен айтылады. Хадис келеді. Анау бір кісі келіп, әкемнің атынан қажылықты өтесем бола ма дейді да, пайғамбарымыз сонда тәшбих дейді, салыстырмалы түрде айтады. Әкеңнің мойнында қарыз болған болса, басқа біреуге берер ме едің дейді. Иә дейді. Қажылық одан да абзал емес пе дейді да. Қажылыққа солай хадис келгендіктен қажылыққа болады дейміз. Қарыздарға, мойнында қалған дүнияға хадис келгендіктен болады дейміз. Ал басқа нәрселерге, жаңа 5 уақыт намазы, оразасы деген хадис келмесе, біз өз бетімізбен айтып кете беруге болмайды. Өсиет етсе болады деді. Өсиет етсе мен білмедім. Мүмкін болады шығар. Оны білмедім, айтамын. Дәрі мәселесі айтасыз ғой, мысалы басың ауырды, оразасын. Мысалы дәрі ішпесең қоймайды. Онда қалай болады? Болмаса, соған тіреліп тұрған болса, ауру себепті ашасыз, күнге күн өтейсіз кейін. Мысалы давление, бас, көз. Дәрі ішпесе, давление түсірмесе жарылып өліп кетуі мүмкін мысалы. Сондайды амал жоқ ішесіз, амал жоқ укол аласыз, бірақ күнге күн өтейсіз. Ауру себепті бұл, ашылып жатыр. Ал ергіп отырып витамин ішейінші деген жоқ, бұзылады ол. Мысалы сіз айттыңыз ғой, ауыр ішсе, дәрі ішіп, мысалы жазылғаннан кейін ұстауға болады дедіңіз ғой. А егер ол адам созылмалы ауру болса, дәрі ішіп тоқтамаса. Жаңа айттық қой, өлгенше жазылмайтын аурулар болады. Дәрігерлер бітті, 2 сағат сайын дәрі ішу керек, немесе жаңағы астматиктар, немесе жаңағы нелер, сахарный диабет деген сияқты, қанның несі түсіп кетпеу керек деген сияқты, үнемі дәрі қабылдау керек, вообще ораза ұстауға болмайды деген болса не істейді? Ау? Яғни өлгенше бітті ораза ұстауға үміт болмаса, бір жерде оказывается сахарный диабет емдеуге болады екен деген үміт болатын болса, жоқ, фидия бермейміз, емделуге әрекет қыламыз. Мүмкін 1-2 жылдан кейін жазылып, может ораза ұстай алатын шығармыз. Алладан сұрау керек. Бұрын 2000 жылдардың басында Лисаковский деген қалаға барып, имам жоқ екен, имамның орнына барып, жаңа тарауih өткізіп берейін деп неден жіберді, өкіл имам облыс. Сонда бір апаның үйіне ораза 20 шақты күн болып кетті, ораза аяқталып жатыр. Сонда бір апаның үйіне бардық, ораза ұстап жүр, апа ауызашарға шақырды. Үлкен кісі Рамазан алдында мұрнынан тоқтамайды, қанаға береді екен. Қызы дәрігер, өзі қызы келіп егет, емін береді. Сол қыздары тияды екен, ана болмайды сізге. Үнемі қанағып отыр, әлсірейсіз. Тамақшы отырмасаңыз, үнемі қанағып, әлсірейсіз, құлақ боласыз. Болмайды сізге деп. Бірақ апа білем дейді, қазір бұлай қан тоқтамайтын болса әлсіреп құлақ қалуы мүмкін. Бірақ Аллах тағаладан сондай мен ораза ұстағым келді дейді. Қат сондай оразаны ұстағым келген, сондай жылап жатып ұйықта қаппын, таңертең сәресі дейді. Түсімде бір жақсы түс көрдім дейді да, бір ақ киімді кісі келіп, бір құшақтап, білмеймін дейді, ана бір түрін көре алмаймын дейді. Оянсам мұрнынан қан тоқтапты, сәресін ұстадым, міне 20 шақты күн болды, мүлдем қан аққан жоқ, бір тамшы дейді. Яғни шипасын, ауруды беретін Алла, шипасын да беретін Алла да. Сондықтан бір нәрсені қатты сағынып ұмтылатын болса, Аллах Тағала неге бермеске? Ана бір кісі
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды күнде көреді екен түсінде. Күнде көреді екен да түсінде. Сонда бір кісі оны естіп, маған үйретші пайғамбарымызды қалай күнде көруге болады, үйретші дегенде, жақсы үйге кел дейді екен. Үйіне келтіреді, сосын таңертең кешке дейін тамақ береді, сусын бермей қояды. Кешке жатады, таңертең тұрады, көрдің ба дейді, жоқ, көрген жоқпын дейді. Жақсы, бүгін тағы қонасың онда дейді. Тағы тамақ береді, сусын бермей қояды. Әбден шөлдеп бітеді. Екінші күні қонып таңертең сұрайды, көрдің ба дейді, көрген жоқпын дейді. Үшінші күні әбден бітеді, тағы да тамақ береді, сусын бермей қояды. Әбден бітеді, бұл қиналып. Енді пайғамбарымызды көру үшін шыдайды да. Үшінші күні қонып шыққаннан кейін таңертең сұрайды, көрдің ба пайғамбарымыз? Жоқ, суды көріп жатырмын дейді да. Әбден суға жаңа шөлдеп қиналған теңізде жүр екенмін дейді, рахаттанып, шомылып жүрмін, тойғанша ішіп жатырмын дейді да. Ана кісі айтады, міне осылай көресің дейді. Қалай көретінін үйретіп қояды. Осылай көресің дейді пайғамбарымызды. Яғни сен суды қатты сағынып, қатты аңсадың ба суды? Суды көріп жатсың ғой. Сол секілді пайғамбарымызды сен қатты аңсаған болсаң, қатты көргің келген болса, Аллах Тағала көрсетіп қояды деп жатыр да. Міне осылай көресің дейді. Сондықтан Рамазанды шынымен сағынып асыққан адам болса, Аллах Тағала беріп қояды. Қандай ауру болмасын, шипасын Алладан. Бірақ енді шипасын бермей жатса, не істейміз? Ол жағдайға қараймыз. Қиналмай жатса ұстаймыз, қиналып жатқан болсақ ашып береміз. Өйткені денені де, жанымызды, нәпсімізді де сақтау бізге не? Парыз, міндет. Оля тулқу биайдикум илля тахлука деді. Өз қолдарымен өздеріңді өлімге тастамаңдар деді. Түсінікті ме? Яғни сен біліп тұрып, асқазан ауыратын біліп тұрып, язва бола тұрып, әтелеп тұрып ораза ұстасаң, сол себепті өлетін болсаң, күнәһар болып өлесің Аллах Тағаланың аятына қарсы келгендіктен. Күнәһар болып өлесің сен парыздан сауап табамын деп, керісінше. Сол секілді анау өлім жағдайда, зәру жағдайда шошқан етін, өлексен етін жеуге болады деді, ол күнә болмайды деді. Сол жағдайда мысалы, адам аштан өлейін деп жатыр, шошқан ет жатыр, немесе өлексе жатыр. Жоқ, мен аузымды былғамаймын, өлсем де, Аллах Тағала рұқсат беріп қойып тұр, ананы жесең, күнә жоқ саған, жан сақтау үшін. Және өз-өзіңді өлімге тастама деп жатыр. Жоқ, сен соқыр тақалыққа салынып, мен өлсем де аузымды былғамай өлем десең, ғалымдар айтады, күнәһар болып өледі адам дейді. Аллах Тағала есік ашып беріп тұр, мәйіттің өлексен етін харам болмайды саған жесен деп есік ашып беріп тұр, халал қылып дейді. Сен соқыр тақалыққа салынып, өз-өзіңді асып өлтірген сияқты боласың да, өз-өзіңді өлімге тастаған сияқты боласың. Күнәһар болады ол адам дейді. Сондықтан адам денесін, нәпсісін сақтау парыз. Күллиятул хамса дейді. Негізгі 5 нәрсені Аллах Тағала дінді түсірудегі мақсат 5 нәрсені бізге сақтауға парыз етті дейді. Дінді сақтау, ақылды сақтау, нәпсіні сақтау, ұрпақты сақтау, дүние малымызды сақтау. Өйткені хадистерден келеді, дүние малынды бір ұрлауға кіріп, мен олмен соғысып, қырылысып, өліп кетсем не болады дегенде, шәһид боласың деді. Сосын айтты, мән қутила дуна мәлихи шәһид деді. Кім дүние мүлкін басқа біреуден қорғап өлетін болса, шәһид деді. Дүние мүлкін қорғап өлсең де шәһид деп жатыр. Сондықтан мына 5 нәрсені ғалымдар күллиятул хамса дейді. 5 негізгі діннің түсу мақсаты осы 5 нәрсені негізі сақтау. Соның ішінде не бар? Нәпсін сақтау бар. Сондықтан құлшылықты орындағанда да орнымен, іліммен, болады, болмайды деген нәрселермен біліп не істеген дұрыс болады? Істеген дұрыс болады, оны ойбай, құлшылық екен деп көз жұмып қойып, адам өз-өзін өлімге апарып қойып жатса болмайды. Ұстаз бар мысалы, біз 1-2 жыл болды оразада жүрген, 16 жылда оразалар қазасын өткен. Сіз ата-анаңыз мұсылман, е? Ата-анаңыз мұсылман ғой? Ана бір Мұхаммад хақ деп сенеді. Демек сізде туғаннан мұсылман болып есептелінесіз. Кәлима айтпасаңыз да балиғатқа толуменен сіз мұсылмансыз. Демек балиғатқа қай жылы толдыңыз? Содан бергі намаз сізге парыз болып жиналып қалды деген сөз. Оразада намазда қазасы жиналып бір деген сөз. Ал сіз бұрын басқа дінде болып, христиан болып жүрдіңізді, 2 жыл бұрын келіп кірдіңіз ислам дініне. Сол кезінде қазасы жоқ. Оның қазасы кафаратпен өтеле болсын или бұлай күнге күн ба? Күнге күн ораза ұстаумен, күнге күн жаңа намаздың парыздарын өтеумен намаз. Аллах Тағала парыз қылды ма,
ақимуссала уа ату закат деді ма, оны ешкім мойнынан түсіре алмайды. Енді қазіргі күнде кейбір бауырларымыз бар екен айтатын. Сен намаз оқуға келдің ба, 2 жыл бұрын намаз оқи бастадың ба, болды, оның алдындағының бәрі қаза болмайды, өтемей-ақ қой. Оның алдындағының бәрі ораза қаза болмайды, өтемей-ақ қой деп. Ол неге сүйеніп тұр? Оның сүйеніп тұрған сенімі адам намаз оқымаса кәпір деген сенімде тұр. Намаз оқымайтын кезінде кәпірсің, 2 жыл бұрын намаз оқи бастадың ба, сен мұсылман болдың ба, ислам өзінің алдындағыны барлығын өшіріп жібереді деген хадисті ұстанады да, яғни намаз оқымаған адам кәпір деген сенімдегі болған адамдар осылай айтып жүр. Сен мұсылмансың. Намаз оқымасаң да, ораза тұтпасаң да, Алланы бір, Мұхаммадты хақ дедің ба, мұсылмансың. Сахих Муслимде келеді. Мән қауля ла иляха иллаллах халисатан лилля дахалал жанна ва ин сариқ ва ин зана. Кім шынайы сеніммен, жүрекпен сеніп тұрып, Алладан басқа тәңір жоқ десе, болды, ол жәннатқа кіреді деді. Яғни жәннатқа кіреді дегені мұсылман, кәлима айтуменен мұсылман болып жатыр ол. Тіпті ол ұрлық қылса да, зина қылса да дейді. Исламдағы өте ауыр күнәларды айтты да, ең ауыр күнә жасап жүрсе де, ол кәлима айтуменен мұсылман. Сондықтан намаз оқымай жүрген, әлі намазға, құлшылыққа келе алмай жатқан ата-аналарымыз бар, бауырларымыз бар, көп дұға қылу керекпіз, құлшылыққа, намазға келсін деп. Түсінікті ма? Бірақ оны кәпір деп айтып болмайды. Мойындамаса ашықтан ашық Құдайына сенбеймін деп, сол көзінде айтылады ол. Алланы бір деп бисмилласы аузынан түспей жүрген болса, мұсылман, күнәһар мұсылман, парыздарды орындамай жатқан, Алланың бұйрығын орындай алмай жатқандықтан күнәһар мұсылман. Сондықтан 2 жыл бұрын исламға келбедім деп айтып қояды біреулер. 3 жыл бұрын намаз оқи бастадым, исламға келгеніме 3 жыл болды дейді. Сен сонда не, бұрын кәпір болып па едіңсің? Жоқ дейді. Енді қалай сен исламға келдім деп айтасың? Құлшылыққа келдім деп айт. Ғибадатты бастадым деп айт. Намазға келдім деп айт. А кәлимаға келдің ба, сен болдың, мұсылмансың. Түсінікті? Нәпіл оразалар жауабы жаңағы Ол нәпіл деген құлшылықтар, ол парыздардан кемшілік кетсе деді. Парыздардан кемшілік кетсе. Нәпілдер, сүннеттер орын жабады деді. Бірақ бір парыздың орнын миллиондаған сүннет, миллиондаған нәпіл жаба алмай қалуы мүмкін. Өйткені парыздың деңгейі өте жоғары. Не дедің кезде қазасын не деп қылсын, бір күннен ұстап бір жетіп ұстап, бір ай ұстап. Парқы жоқ. Рамазанның қазасын айтпадық па? Рамазанның қазасы 30 күн қатарынан ұсталмайды. Қатарынан ұстасаңыз да болады, бөліп-бөліп ұстасаңыз да болады. Аптасына 2 күн ұстайсыз ба? келесі Рамазанға дейін ұстау керек. Қолдан келгенше. Өйткені сіз келесі Рамазанға дейін барсыз ба, жоқсыз ба? Өлгенше өтеу керек дейді. Бірақ кім қашан өлетінін қайдан біледі? Барлығында ойлайсыңдар, қартайып өлемін деп. Дұрыс па? Барлығымыз сөйтіп ойлаймыз, қартайып өлеміз деп. Кәрілікке дейін уақыт жетеді деп. Жастайынан өліп кетіп жатқандар көп қой. Ажал айтып келмейді ол. Сондықтан қолдан келгенше аман саумыз ба, қолдан келгенше қазаларын өтеп қоя берген дұрыс та. Келесі Рамазанды күтпей, басқаны күтпей, өйткені жете алмай қалуымыз мүмкін оған. Бірақ өлгенше өтелу керек дейді. Қашан өлетінін білмейсің ғой, байтар өтелу керек. Өтелмей жүріп өліп кеткен болса, ол қияметте сұралады. Уақыт болды ма? Жақсы, онда иншалла келе жатқан ораза қабыл болсын, ниет қабыл болсын. Келесі сабақ осы дүйсенбі күні 7:30-да болады, Құдай қаласа. Ақшамның алдында болады, 1 сағат. 7:30-да жұмыс бәрі бітетін шығар, жұмыс істейтін адамдар. Өйткені ауыз ашқаннан кейін сабақ болмайды. Бір аздап уағыз тыңдаса болады, бірақ сабақ ретінде адам қарны ашып кеп тамақ ішкеннен кейін ұйқы басады, кетеді. Маужырап, бір рухани уағыздар тыңдасаңыз болады, бұлай сабақ ретінде қиындау болады. Құптаннан кейін тарауғымыз бар, одан кейін уақыт болмайды. Сондықтан асырдан кейін ақшамға 1 сағат қалғанда, 7:30 болғанда, келесі дүйсенбіде 7:30-да Құдай қаласа келе беріңіздер, сабақты бастаймыз. Аллахумма салли аля сейдина Мұхаммад ва аля алихи асхаби ажмаин раббил аламин. Ес білгенім жүректерімізге қондырып, амал қылуымызды нәсіп етіп, келе жатқан оразамызға 4 көзіміз түгел денімізге саулық беріп, аман сау жетіп, аман сау оразаны ұстап шығуымызды нәсіп етіп, бір өзінің рахматына бөленуімізді нәсіп еткесін. Алхамдулилля раббил аламин. Бирахматика рахман.